Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жансая. Бүгін осындай керемет дәмді асқабақ қосылған мантының рецептімен бөліскім келеді. Бізге фарш, тұз, бұрыш, пияз, асқабақ, ұн, жұмыртқа, су керек болады. Ең бірінші қамырды дайындамас бұрын 1 шай қасық тұзды 1 стакан жылы суға салып ертіп аламыз. Енді қамырымызға жұмыртқамызды жарып, қолымызбен араластырып тұрып, стакандағы тұзды суды қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз дайын болған соң, целлофанға салып, салмасы дайын болғанша тындырып қоямыз. Ал енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін асқабағымызды ұсақтап турап аламыз. Содан соң пиязымызды осылай жіңішке қылып ұсақтап турап аламыз. Пиязымыз өте молынан болған өте жақсы, себебі мантымыз сочный, өте дәмді болады. Ал тұз бұрышты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салуға болады. Ал мен болсам жарты шай қасық бұрыш, 1 шай қасық тұз қостым. Өстіп салмамызды араластырып дайындаймыз. Қамырымызды осылай жұқалап жаямыз. Мен оқтауға орап, пышақтың көмегімен жаймамды мантыға арнап бөліп шықтым. Енді салмасын салып, мантымызды түйіп шығамыз. Мантымыз жабыспас үшін мантыны майлап, осылай рет-ретімен тізіп шығамыз. Алдын ала қайнап тұрған суға мантымызды қойып 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай мантымыз дайын болды. Дәмі деген керемет болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар.